Сәлем достар, сіздермен сырный шарики дайындайтын боламыз. Қажетті құрамды әдеттегідей видеоның астына көрсетіп қойдым. Ең алдымен бір ыдысты алып, сырымызды, яғни ірімшікті орта көзден теркадан өткіземіз. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын қосамыз. Сөйтіп екеуін араластырамыз. Ұнды шетінен салып араластырып тұрамыз. Өйткені барын бірден салсақ, көп болып кетіп, бірікпей жабыспай қалуы мүмкін бір-біріне. Дайын болған массамыздан шамамен 20 грамм болатындай осындай домалақтар жасап аламыз, яғни шариктер. Бәрін осылай домалақтап дайындап қоямыз. Орташа қызған майға салып, пісіріп аламыз. Сіздің дастарханыңыздың сәнін ашып, дәмін келтіретін осындай керемет дәмді сырный шариктер пісіп шығады. Осы видеом сізге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма жазуларыңызды сұраймын. Рахмет, сіздерге ас болсын.